Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен красный бархат тортын пісіретін боламыз. Ең әуел біздерге жұмыртқа керек болады, сұйық май, кефирге мен мына жерде жарты сағат алдын сода қосып алдым. Тұру керек көтерілгенше. Сосын ұнға какао қостым 30 грамм. Сосын қант керек болады. Ең бірінші. Сосын осындай краситель қолданамын мен көбінесе. Ең әуелі біздер жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Көпіргенше жақсылап миксерлеуіміз керек. Мен көбінесе 5 минут миксерлеймін. Жақсы көтеріледі сол кезінде. Енді осылай жұмыртқамызды бірінші миксерлеп тұрып, үстіне қантымызды бірден салып жүрмей, 3 бөлікке аздап салып отырамыз. Сол кезде өзінің массасын жақсы көтереді. Ал сразу салып жіберсеңіз, ол басылып қалады. Осылай аздап салып отырамыз үстіне. Міне мен будильникке қойып қойдым осындай неге. Жақсылап көтерілді. Үстіне енді жаңағы кефирімізбен үстіне салдым дедім ғой, соны салып араластырамыз. Жақсылап көпіртеміз. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Тағы да миксерлейміз. Миксерлеп болып, ұнымыз бен какао және разрыхитель үшеуін аздап салып отырамыз. Бұны да бірден салып жібермей, бөліп салып, осылай нетіп отырамыз, араластырамыз. Енді осы жерде красителімізді құямыз. Мен красительге қарамаймын, ішіне 1 қасық, 2 қасық саламын, чтобы әдемі қызыл болу үшін. Если красительді аз салсаңыз, красительді 1 қасық салсаңыз, бежевый цвет болып қалуы мүмкін, өзінің цветін шығарамайды. Себебі құрамында какао болғаннан кейін. Осылай жақсылап араластырып, 180 градуста 10-15 минут пісіріп ала береміз. Енді осындай қызыл әдемі масса болып шықты. Енді осыны пісіріп аламыз. Мен диаметр 24 сантиметр деп пісіріп ала беремін осындай. Мен бірден бисквит қылып пісірмеймін, себебі дұрыс шықпайды. Осылай круглый болған жақсы. Сіздерге лайфхак осындай пергаментный бумагаға пісіріп аламыз. Мен сливки осындай 33-тік натуральный сливкеден қолданам, және калий творожный сыр ирандікі осыны қолданам. Сосын қант. Бірінші творожный сырды жақсылап миксерлеп, ішінде нелер қамалу керек. Миксерлеп алам қант екеуін. Сосын барып сливкиді салып, жақсылап араластырамын. Осындай масса болу керек. Ішінде түйіршік қалмау керек. Сол кезде әдемі шығады торттарыңыз. Сливкиді қостым, осындай үлкен масса шығады, менде қою. Массамыз шықты, енді торттарымызды жинаймыз. Мен осындай арнайы кальцияда жинаймын. Торттарым әдемі шығу үшін. Енді жинап болдық. Осыны холодильникке 15 минуттай қойып қоямын. Крем сіңу үшін. Сонан соң барып, сыртын әсемдейміз. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Енді холодильниктен шығардым. Мен осындай 1 штук коржды блендерден өткізіп, сыртын қаптау үшін, яғни әдемі әсемдеу үшін осылай блендермен өткізіп алдым. Енді осылай жағып шығамыз бүкіл жеріне. Сіздерде әркім қалауынша, басқаша, мен осылай істеймін көбінесе енді красный бархатта. Тортымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер жасап көріңіздер.